Ассаламағалейкум, қадірменді телекөрермен, қасиетті жұмаға арнаған Қазақстан Ақтау телеарнасының тікелей эфирінде ортатылсын хабары өз жұмысын бастайды. Армысыздар, ардақты ағайын, бүгін сіздермен әдеттегідей менің әріптесім Өмірбек Құрмаш және менің әріптесім Арайлым Жаңабергенова. Жалпы Өмірбек, бүгінгі қонақтарымызда бір ерекше қонақтар, бізге Маңғыстау өңіріне, сонау Қарақалпақстан жерінен келген юморист азаматтар, сондықтан да экран алдына жиналыңыздар. Бүгінгі біздің тақырыбымызда, студиямыздағы әңгімемізді ерекше болмақ, сондықтан да ат салысыңыздар. Ал егерде өздеріңіздің бүгінгі біздің қонақтарға қояр үздік пікірлеріңіз, сауалдарыңыз болса, міндетті түрде сыйсыз қалмайсыздар. Ол Нұрмахан Жантөрин атындағы облыстық музыкалық драма театрында өтетін Қарақалпақ әзілкеші Өмірбектің «Қара кеңшілік» атты әзіл кешіне осында 2 билетіміз бар. Ол үшін 30-34-50 Ақмаржан Ақтау қаласының код нөмірі 7292 нөміріне хабарласып, өздеріңіздің ойлы пікірлеріңізді білдіре отырыңыздар. Ал біз енді студияға келген қонақтарымызбен таныстырып өтейік. Бізде бүгін қонақта Қарақалпақстан Республикасына еңбек сіңірген әртісі Байрам Пердебаев және юморист дейміз, әзіл шоумен дейміз, телерадио жүргізуші Мақсет Абдижамилов. Студиямызға қош келдіңіздер. Рахмет. Көңіл күйлеріңіз қалай? Зор, жүдә жақсы. Жалпы енді ең алдымен өңір тұрғындарын айтып кетсеңіздер, не мақсатпен келдіңіздер, қандай концерттік бағдарлама, сол жайында айтып өтсеңіздер? Ассаламалейкум. Ақтау қаласы, Маңғыстау облысына қонақ болып келгенбіз. Қарақалпақстан Республикасынан келгендегі мақсатымыз сол Қарақалпақ қазақ туысқан халықтар бәрі аудармашысыз-ақ түсінетін. Сол үшін бір таярлап келген әзіл номерлеріміз бар. Құласы бір күлісі болатығын бір концерт болады. Бұл сіздің жеке концертіңіз ғой, қателеспесем. Жеке концерт. Жеке концертіңіз. Бұған дейін жалпы осы біздің елімізге келіп едіңіздер осындай концерттік бағдарламамен? Болмаса бір той-томалақ болып жатады бізде сондай да шақыртулар? Мен өзім өткен жыл келдім. Июл. Шілде айында. Күн ыссы, Каспийге шомылып қалайық деп жазда келгенбіз ғой, онымен суық болады деген қатымыздай. Сол концерт себебімен келгенбіз, Шыраз Нұрадинов деген ағамыз концерт берген. Өзін жеке концерт тап сол Жанторинде. Сода келген уақытта мен өзіме бір пікір пайда болды ой. Мен де бір концерт берсем, ауылдастар бар. Қалай сіз тап жаңа айтқандай, бәрі қазақ Қарақалпақ түсінеді. Сол тәуекел келгенбіз. Бұл 2 күнге созылады ол, қателеспесем, 13-14 қараша күні. 2 күн болады. Жақсы, түсінікті. Біз көрермендерге айтпақшы Өмірбек бүгінгі тақырыпты айтқан жоқпыз. Менің ойымша, сатираның салмағы қандай? Бүгінгі біздің тақырыбымыз осы. Сондықтан да сатира тұрғысында өздеріңіздің айтатын бір пікірлеріңіз болса, міндетті түрде хабарласыңыздар. Және де айта кетейік, бізде бүгін билет қана емес, сонымен қатар әдеттегідей нөмір 1 кондитерлік шеберхананың мынадай әсем дәмді торты бар. Менің ойымша, бұған біз ерекше бір жаңағыдай тапсырма берейік. Бүгін енді сатираға арналып тұрғаннан кейін, бәлкім бізге көрермендер бір сатирадан үзінді айтып берсе, бір күлкілі бір оқиғасы болған шығар бастан өткен, соны айтып берсе, онда осы тортты үздік сатира иесіне беретін боламыз. Ол үшін сіздер хабарласыңыздар, біздерді күлдіріңіздер, біздің келген қонақтарымызды күлдіріп, көңілдерінен шығып жатсаңыздар, біз ұсынар сыйлықтың иегер атаныңыздар. 30-34-50 бұл біздің тікелей байланыс нөміріміз. Енді сұхбатымызды жалғастырайық. Жалпы Қазақстан еліне жаңа енді айтып жатсыз ғой, былтыр да келіп жатырмыз десін, биыл да. Бұл енді біздің тәуелсіздігіміздің 25 жылына орай бізге сый құрмет ретінде ұйымдастырылып отқан концерт па? Концерттің ерекшелігі неде болады? Енді 25 декабрь Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл болады. 16 желтоқсанда 25 жыл болады тәуелсіздік алғанымызға. Онда мен алжасқан екенмін. Сол бүткіл Қазақстан халқын сол Қарақалпақ жерлері атынан сол тәуелсіздіктің 25 жылығымен құттықтаймыз. Енді концерттің айрықшалығы, ерекшелігі дейміз ғой, айрықшалығы ат айтыпты қара кеңшілік дейді. Қара кеңшілік деген бізде Қарақалпақ халқында өзімізге тән дәстүрлерді, өзімізге тән нәрселерді қара кеңше деп айтамыз да. Қарақалпақша де қара кеңше деп.
әзілдерді әзілдерді болсын, үріп әдеттер болсын, қаракеңшілік деп айтады да, өзімізге тән. Сол концерттен өзімізге тән болады. Қаракеңшілік бұл екінші маңыз. Бұл Қазақстан енді мен өзім географпан да, білемін. 9-шы орында тұрады Қазақстан. Сол қара кеңшілік дегенде, қандай кеңшілік? Бір Маңғыстаудың өзі. Иә. Жақсы, қазақтың өзі кең деп айтады ғой негізінен. Жалпы енді арамызда жаңа Қарақалпақстан Республикасының еңбек сіңірген әртіс отыр екен Байрам. Сізден сатирадан хабарыңыз бар ма негізінен? Әлде өнер адам тек ән айтасыз ба? Енді айтады ғой, жігіт адамға қырық өнер аз деп. Студенттік дәуірімізде сол Мақстағылар келіп, кібен қонақтарымыз жиреклер көріп танылауына қатынасқанбыз. Бұл кібеншік. Кібенге де байланысым барды. Өзім әзілден жақсы көремен, біреумен әзілдескенден жақсы көремен. Мен бұрсат айтып кетейін, байрамлардан шығады, фамилия Пердебаев, сол перден артында таяқ тұрады да бұл. Жақсы, жалпы енді сіз әншісіз, әндер айтасыз, енді Қарақалпақстанның жаңа еңбек сіңірген әртіс екенсіз. Жалпы бүгінгі концертте де өзіңіздің жаңағы әндеріңізді айтасыз. Әлде бірге қосарланып жаңағындай сатирадан бұл пародия істейді. Пародия жасайды. Өзіміздің қосықшылар, ұстаз қосықшылар, ел, халық таныған, дауысынан, ырғағынан, сразу 7 жастан 70 жасқа дейін білетұғын. Көпшілігін істей алмаймын пародия, бірақ бір-екеуі сол ауылда. Концертте, Мақстаған концертінде сол мейманбыз. Өзіміздің репертуардағы қосықларменен бір қатарда, сол әрбір елдің бір гимніне айланған қосықлар болады ғой. Бізде кім мәселен? Біздің елімізден біреуді саласыз ба пародия? Енді Қазақстан жеріне келіп тұрғаннан кейін. Әлде енді бір танымал тұлғаларды саласыздар ғой? Иә, бұл жақтың нелеріне сәл пародия істеуге бір істеп көрмедім. Тікелей бір нені тыңламаймыз да, әммесін тыңлаймыз да уже. Барлығын бірдей тыңлаймыз да. Сосын оған көп әлі назар аударған жоқпыз дейсіз ғой. Жалпы енді Қарақалпақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі деп жатыр. Жалпы енді көптеген өздеріңіз концерт берген шығарсыз, жеке концерттеріңізді берген шығар. Жалпы сіз енді шығармашылығыңызға келіп тоқталсаңыз, бұрын сонды мәселен Мақсат мырзамен бірге емес, жеке өзіңіз келіп көрдіңіз ба? Қазақстанға әндеріңізді тартып етіп, көрермендерге ұсындыңыз ба? 2009 жылы сол ұстазымыз Мақсат Өтемұратовтың концертінде мейманда шәкірті болып келдік. Бұл тек Ақтау кезде тек Мақсатлермен келеді. Мақсат Абджамил, одан 2009-да Мақсат Өтемұратов. Абай театр сарайында. Сода болды 2009-да. Екінші келуім. Жігіттер, жалпы сатира деп жатырмыз ғой. Сатира деген бұл астарлы әзіл арқылы, келемеж арқылы жаңағындай енді қоғамда болып жатқан бір олқылықтарды жеткізу деген сияқты. Жалпы өздеріңіз қаншалық осыған көңіл бөлесіздер? Енді дос жылатып айтады дейді ғой. Сондай нақыл бар Қарақалпақта. Сіздерде бар, дос жылатып айтады, дұшпан күлдіреді. Дұшпаншылық жоқ, бірақ енді критика деп айтамыз, сын пікірді тура жастардың бетін айтсаң, ол күйеуіне келіп қалады, малақайына келеді дейміз, не алайды. Сол үшін сәл күлкіме айтсаң, оны өзімнің өмірімнен айтсам, ол менің үстімнен күліп отырады да, бірақ өзінде базатыларды кітайды зүйме дейміз да. Сол сатираның... Мысалы, келтіріп кетіңізші, сіз өзіңіз көбінесе қандай бір мәселелерді осылай астарлап айттыңыз? Біздер шаңырақ қатынасқылары, ерлі-зайып арасындағы қатынасқыларды. Жастар арасында азыр кітаптың бәрін жинастырып қойдық қой біз. Телефонға өткенбіз, сол туралы. Көбірек жастар немен бәнд болады, интернет, жастар қандай қосықлар тыңлап жатыр, өлең дейміз ба, әндер. Солар мәнісі жоқ затларым көп қой, басқа тілді айтады, бірақ оны біз түсінбейміз. Өзі түсінбесіз де, бірақ өзі... Бірақ соғанда есі кетіп, тыңдап көреді дейсіз ғой. Айтып атқан адам өзім түсінбейтін шығар деп ойлаймын. Ояқтағыларында. Сол басқа... Соларды астарлы әзілмен жеткізесіз. Жеткіземіз.
Қымбатты телекөрермен, біз тікелей эфирде қызмет етеміз. Хабарласыңыздар 30-34-50, Ақмаржан Ақтау қаласының код нөмірі 7292, немесе WhatsApp желісіне өздеріңіздің бүгінгі біздің қонақтарымызға қояр сұрақтарыңыз болса, немесе әріптесім Арайлым айтқандай әзілдеріңіз болса, хабарласыңыздар. Біз сіздерге 13 қараша кешкі сағат 20:00-де Нұрмахан Жантурин атындағы музыкалық драма театрында өтетін Қарақалпақ әзіл кеші Өмірбектің Қара кеңшілік деп аталатын мерекелік әзіл кешіне тегін жолдама ұсынамыз. Жалпы енді сіздерден көрермендер WhatsApp желісі арқылы сұрап жатыр, билет қаншадан екен деп. Соған қарағанда енді көргісі келетін азаматтар көбейген сияқты. Билеттің бағасы 1500 теңге, 1500 теңге өзі. Бар жоқ деп айтады бізде. Бірақ соншалықты 1500-дан да көп күлкі сыйлаймыз дейсіз ғой. Енді мынандай бір гәп бар. Күлкі адам жасартады дейді ғой. Өміріңді ұзайтады деген. Негізі оны медицина қаншелі дәрежеде дәлелдеді білмеймін, бірақ мен өзім айтатын болсам, күлкі адамды жасартады, өмірін ұзайтады, рас. Мысалы, коллективте директор, баслық анекдот айтса, сен күлсең, онда сенің өмірің ұзарады. Күлмей қалсаң, онда түсетін әжімді айтыңызшы, бетке түсетін күлкіден. Бізге хабарласқан көрермен бар екен, тыңдап тұрмыз, айта беріңіз. Қайырлы. Саламатсыз. Саламатсыз. Сәлеметсіз бе? Ассаламалейкум. Айта беріңіз, тыңдап тұрмыз. Сізге қонақтарына қош келдіңіз. Рахмет. Байрамын айтамын. Айта беріңіз. Мына байрам келдіңіз. Ағамызға қош келдіңіз. Ақтауға. Рахмет. Өзінің кішкентайымызда мойнына өстіп Қолсын болды ғой. Алдасың алдағы көз қалды. Сол қош келдіңіз. Рахмет үлкен. Енді сіздердің жерлестеріңіз сіздерге жылы тілегін білдіріп жатыр. Шынымен де айта кету керек, негізі Қазақстан Ақтауды, осы орта толсын хабарын осы Қарақалпақстан елінен жақсы көреді. Адамдар негізінен жиі хабарласып тұрады, WhatsApp желісі арқылы шығып өздерінің тілектерін білдіріп жатады. Арай, бізде орта толсын деген гәптің салты бар да, гәптің салты деген рет келеді. Былай қонақ келеді, сырттан келеді, ал ортаңыз толсын деген гәп бар, барша сізде. Сол бізде ортамыз толтырып отырмыз, сіздерді шақырып. Енді Арай, мен қарап отырсам, ағаның костюміндегі белгінің өзі күлкінің белгісі сияқты. Бұл арнайы тігілген костюм ба, әлде жай тек кие салдыңыз ба? Белгі ненің белгісі? Үйге бардым. Смайлик сізде смайликті бұлай қарап тұратын түрі жоқ па? Үнемі осылай жоғары? Жоғары тұрады. Енді бұны сондай шебер қызлар бар, өздері тоққан. Арнайы сахна. Мүлде Қарақалпақстан нақысларды ручной изделие дейді ғой. Қолмен. Сол арнаулы тігілген. Барлық киімдеріңізге осылай тігіп қойдыңыз? Барлығына емес. Кезде бұлай жүретіндер болады? Тек орта толсынға арнап деп қояйын. Жақсы, бізге тағы да хабарласқан көрермен бар екен, тыңдап тұрмыз, айта беріңіз. Айта берейін ба? Айта беріңіз. Әлі саламатсыз ба? Орта толсын көрсетуін көріп отырмын. Мен мына екі жерлес інілеріме творчестволық табыс тілейін деп едім. Осы концерттері өте күшті дәрежеде өтсін деп тілеймін. Осы мен ауылдастарым бүкілінің аман жүруін, дариямыздың толы болуын, еліміздің тыныштық болуын тілеймін. Осы інілеріміз аман болсын. Айша, менің атым Айша апа. Рахмет, Айша апа. Сау болың. Сіздер, қымбатты біздің қонақтар, жаңа көріп отырсыздар, Айша деп енді астын сызып тұрып айтып жатыр. Негізінен бізге хабарласқан көрермендердің ішінен үздігін өздеріңіз таңдап, осы билетті сол кісіге өздеріңіз ұсынатын боласыздар. Сондықтан да енді аты есіңізде болмаса да қойған сауалын қаперіңізде ұстап отырыңыздар. Хабарымыздың соңына қарай сол жеңімпазға осы билетті береміз. Ал жаңа айтқандай, осы Өмірбек мынау торт бізде қалып қоймасын енді. Қымбат телекөрермендер, сондықтан да міндетті түрде енді сатирадан деп айтпай қойын, әзілден болмасын, бізге міндетті түрде өздеріңіздің бастан өткен қызық оқиғаларыңыз болса да бізге айта кетсеңіздер, осы тортты міндетті түрде сіздерге беретін боламыз. Немесе Өмірбек ағамыздан әзіл сұрап, ыстық шаймен ішуге тортты сыйлап жіберуі мүмкін. Сондықтан төрт адам жиналса торт болады екен ба, көрермендер. Мен бір зат айтып кетейін. Танысқан уақытта мен қуанып қалдым.
өмірбек екен. Жаңа студия кино мен Юмірбек деп айтады ғой енді. Юмірбек ау деп қарасам өмірбек деп шақырып жатқан екен. Иә, сіздің лақап дейміз ғой енді біз қазір. Өнер азаматтарының көбі жиі қолданатын лақап атыңыз, демек сахнада сіз Юмірбек болып шығасыз. Сахнада Юмірбек. Бай жай өзіміз көшеде Мақсет, үйге барғанда папа дейді. Бізде Шымкент қаласынан хабарласып жатқан көрерменіміз бар екен. Қайырлы күн. Тыңдап тұрмыз. Алло. Саламатсыз. Алло, саламатсыңдар. Саламатсыз. Иә, орта толсын программасы барлық уақытта орталарым толсын жаным. Әмин, рахмет. Иә, мына жүргізушілерге тілерім айналайын, ұлым мені қызым айтарым. Әруақ орталарым толып, талаптарым алға қарай бассын жаным. Әмин, айтқаныңыз. Тапты болыңдар. Рахмет. Мына Қарақалпақстаннан Нүкістен бекен мен кейін айтып қалдым. Осы екі балама тілегімді айтайын деп едім. Құдайыма табыстарынан нұр жаусын жақын, өмірлерің ұзақ болсын. Мен сол Нүкістен көшіп келген оралмамын, Түлкібас орнында тұрамын Шымкентте. Айтыр көрінбейсіз. Нүкістің қайырменсіңдер балам ол. Азан сұраса берсек ағайын болып қаламыз, кейін сізге беруге түрге қалады ол. Мен осы отамына киелі жерден бар тілегімді тілеймін жаным. Рахмет. Талаптарым алға орыстың, құда қалса өтейін деп атырған мінеки. Өтейін деп атқанына концерт бар, сатирама кейін ашып көріп қалдым жаным, айналайын. Жақсы өттін, әдемі өттін. Мен сол елдің батырдың келіні болам. Енді атамның атын айта алмайын, бір атап жіберейін қасымдағы қызыма. Мақат Болмағанбет. Советодағы батырының ұрпақтарымыз біздер. Құдайға шүкір. Менің балдарым осындай өнер жолында. Үлкен баламда сондай музыкант, бір университетте істеген Айғылаш ансамблінде. Кішкентай балам осы Түлкібастағы мәдениетінде. Менің қалисіндерім, қалиларым тап. Рахмет үлкен. Керемет өнерлі отбасы. Мақаш Болмағанбет деген Қарақалпақстаннан шыққан батырлардың ұрпағымыз деп жатыр. Мақаш Болмағанбет екінші жерлік ұлы отандарлық ұрыста сол қаһарман. Қаһарман тағын алған. Қаһарман. Соның келіні. Соның келіні хабарласып жатқан. Тілек білдіріп жатыр, концерттеріңізге сәттілік тілеп жатыр. Бақыт тілеп жатыр арайымызге. Рахмет. Мың алғыс. Жалпы енді айтып жатыр ғой жаңағындай Шымкенттен хабарласып, жалпы осы Қазақстанның Маңғыстаудан басқа қандай жерлерін араладыңыздар? Болдыңыздар ма жалпы концерттен бөлек? Мен Алматыға бір тоймен барғанмын, қонақ болып. Байрам, сен? Көптеген қалаларында болдық. Ұстазымызбен концертлерде, гастролларда, Ақтөбе қаласы, Атырау, Өзен, Ақтаудың өзінде бір-екі рет. Негізі диплом бойынша география қанигерлігіде мұғалім болып істегенмен, географлар емес, негізі әншілер көбірек қыдырады екен. Түсінікті. Енді сіз айтыңызшы, Мақсат мырза, бұл енді гастрольдік сапарыңыздың бірі ғой, осы киелі Маңғыстауға келуіңіз Ақтау. Бұдан кейін гастрольдік сапарыңыз жалғаса ма, әлде осы Ақтаудан кейін еліңізге барасыз ба? Гастрольдік сапар қай қалаларға жоспарланып тұр? 13-14 атқарып болғаннан кейін 15-інде біз Алматыға жол аламыз. Алматыға. Қаскелең деген район бар. Сол жерде біздің ауылдастарымыз көбі сол жерде екен. Рекламалар басталып кетті. Көріп отырғанымызда 20 ноябрь күні Алматы облысы Қаскелең районында концерт болады. Табысы қарекеңшілік. Бәрекелді. Жақсы, бізге Базар Гүлесімді көрермен хабарласып тұр екен, енді шет тыңдайық. Саламатсыз. Саламатсыздар ма студия қонақтары. Келіп жатқан қонақтарға қош келдіңіздер деймін. Қазіргі заманның сатирасын айтатын болсақ, мен азды көп салмағы ауыр жеңілді айтпас едім. Себебі қазіргі сатира заман талабына сай көштен қалмайды сатира деп айта алар едім. Және өзімнің бір басынан өткен оқиға, оның қаншалықты қызық емес екенін білмеймін. Айтып беріңіз. Иә. Ағаларымды бір күні мен бір жерде күтіп тұрдым. Машинамен келе қойшы деп. Қайдасың деді, Рахат тауда орталығының алдында жақсы деді. Содан жарты сағаттан кейін соғады, күн деген қағаған қыз. Қайдасың, Рахаттың алдында тұрмын. Ай, мен Рахаттың алдына өтемін, артына өтемін, жоқ. Қатып қалдым жаңа жерде деген. Bir кезде аңа қайдағы Рахатта тұрсың десем, 8-дегі кәдімгі қаладағы Рахатта дейді. Ал мен оны Маңғыстаудағы Рахатта күттім. Содан жаңағы ағаларың деген дымды қалдырмай бір сағаттан кейін келмей ма? Мен деген қып-қызыл болып қатып қалғам ана жерде.
ағаңнан сөзді бір естідім. Жаңағы келгендердегі қатып қалғаным ол өз алдына. Содан ағаң екеуміз бір-бірімізді түсінбей қалған жайымыз бар. Жақсы түсінікті. Сіздерге творчестволық табыс тілеймін мына келіп жатқан қонақтарға және мына екі жүргізуші қыз бен жігітке жұмыстарыңыз жемісті болсын деймін. Әмин. Айтқаныңыз келсін. Рахмет. Шынымен де қазір бұл оқиғаны қазір күлкімен еске алып тұр дегенмен ол кезде жылауға дейін барған шығар. Шынымен де күннің қақаған суығында далада тұру бір сағат бұл әрине оңай емес. Бір мекемені айналып жүре берудің өзі де табылмай. Мұнда енді WhatsApp желісі арқылы көптеген көрермендерден сұрақтар, тілектер келіп жатыр. Қай қаладан болады екен және де бүгінгі әзілкеш неше сеанста өтеді дейді. Бір күнде. Және де семья жөнін айтып кетсе дейм. Дейді. Сонымен қатар сәлеметсіздер ме, жерлестеріме сәттілік тілеймін. Мен сіздерді жақсы көремін. Қожеліденмін дейді. Қожелі деген Ал Қожел деген үлкен қала, 5 қаланың бірі. Ал енді 10-шы күні неше концерт өтеді? Бір концерт па? 14-і бір концерт өтеді. Кеш сағат 20:00. 8-де. Неше сағатқа созылады? Концерт 2 сағат. Плюс-минус былай 10 минут болуы мүмкін. Енді ерекшелік деп атымыз ғой, айрықшалығы. Және бір қосып айтатын ініміз бар, опера тарауынан, эстрададан айтады. Байрам екеуі көптен бері ауыл сағым жүргілері Қарақалпақша қосық. Залдың сұрауы бойынша, ұсынысы бойынша қосықлар айтылатын болады. Енді бұл қосық жағы, әзіл жағы қызық болса барасыз, көресіз. Бәрекелді. Отбасы туралы сұрады деймді? Отбасыларыңыз жайында айтып берсеңіздер дейді. Отбасы, шаңырақ деп айтылады. Үйленген, басы болыс деген сияқты, балалы, шағалы. Екеуміз шаңырақлымыз. Ағамыздан менен. Мен 11 жыл болады. 11 жылдан бері демалыс алмай, отпуск еш нәрсе алмай, сол отбасымен 4 перзентім бар, 3 қыз, 1 ұл, 1 әйелім бар. Байрам. Менің де 1 әйелім бар, 1 балам бар деген. Бәрекелді. Бізге хабарласқан көрермен бар екен. Қайырлы күн. Тыңдап тұрмыз. Ассалаумағалейкум, жеттер. Қош келдіңіздер. Маңғыстауға. Мен мына жігіттерді танитын едім. Баяғыдан менің осыдан бір 3 жыл бұрын балдым үйленген Нүкісте респондықта қанжеттім. 40 қыз дейтін ресторанда болған той. 40 қыз. Осы жігітті намаз қылып тұрмын. Осы мен сіз көптен айтып қош келдіңіз деп тілегімді білдіріп жатырмын. Аман болыңыз. Рахмет. Концертке келіңіз. Енді Өмірбек деп айта берейін, сізге жеңілірек екен, сол айтқан. Жалпы, енді көбінесе өнер адамсыз ғой, енді сахнадан бөлек, шынымен де бізде қазақ халқында мысалы той томалақ көп. Сіздерде де сондай шығар, енді ағайынсыздар ғой. Соған қарағанда жаңағындай тойға барып, асабалық етіп сондай жағы қалай? Жүргізушілік қызмет дегендей. Негізі жаңа айттым, мұғалім деп, КВН себеп болып Натарауға кеп қалман, Нүксөпем радиосы деген бар бізде, 104 оқын барсаңыз тыңдайсыз. Нүксөпем радиосында радио басылаушы болып, 1 жыл жұмыс істегенбіз. Кейін Қарақалпақстан телеканалында әзілкеш деген көрсетуіміз бар. Вечерний Ургант, түнгі студия, Нұрлан Қоймай. Бізде сондай әзілкеш деген. Соны жүргіздіңіз? Соны азырда жүргіземіз, демалыс алып. Демек, сіз және телерадио жүргізуші? Ала. Республика көлеміндегі? Қарақалпақстан республика көлеміндегі. Барсаңыз қонақ боласыздар. Жалпы, қандай айырмашылық көп пе жалпы осы? Енді, қандай айырмашылық? Әрбір милеттің өзінің менталитеті болады. Сол жағы, парк қылатын, бәрі техника, бәрі сол, студия сол. Сіздің әріне жақсы ма? Сіздің әріне жақсы ма? Жалпы, халыққа келетін болсақ, енді бізде қазақтарды айтатын, мысалы, қазақ халқын қонақ жай, кеңпейіл деп жатамыз. Сіздерді қалай ерекшелеуге болады? Енді Қарақалпақты көп мақтама көзімше дейді. Жалғыз атын сойып беріп қонаққа, бұл халық талай жаяу жүріп тарыққан. Соны айтып мақтай қойсаң бірақта, онан да зорын көрсететін халықпан дейді. Енді біздер өздеріміз айтамыз, меймандос деп. Біздер меймандослығымыз содан, біздер қонақ жақсы көреміз. Әсіресе ер адамдар. Үйге қонақ келсе,
әйелім күліп жүреді, қонақ келсе. Қонақпен қонақ болып. Қонақпен қонақ болып отырамыз біз. Онымен әзілдессең, қалжың жазсаң көтереді әйелім да. Соның үшін біздер сол қонақ күткен жақсы көретін тарихын айтамын да. Ұлыма бірақ меймандос халық. Бізге келген адам әйтеуір дұзы ауыр деп айтады біздерде. Екі тартады да ол, бір келген адам және бір келеді да біздер. Жақсы түсінікті. Бізге хабарласқан көрермен бар екен, Баян енді. Дұрыс айттым ғой, бар ма? Айта беріңіз. Тыңдап тұрмыз. Сәлеметсіздер ма? Сәлеметсіз. Қош келдіңіздер. Мен Қоңырат қаласынан боламын, есімім Баян. Сіздерді көргеніме өте қуаныштымын. Рахмет. Осында күйге шыққаным, әлі ата-анам сол ауылда тұрады. Сіздің бір сатираңызбен есіме түсіп отыр. Бір оқушы сабақтан 3 күн қалып қояды. Сосын мұғалім айтады: "Не үшін қалдың сабақтан?" Сосын оқушы айтады: "Мен бірінші күні балшыққа батып қалдым. Сол себепті қалдым. Екінші күні тағы балшыққа батып қалдым, тағы сабақтан қалып қойдым" дейді. Сосын үшінші күні тым ұзақ сол сабаққа келе жатырсам, сіздің киімдеріңіз есігіңіздің алдында жіпте қыстырылып тұр екен. Сосын апайым да балшыққа батып қалған екен ғой, сол күнде сабақтан қалып қойдым дейді. Адаспасам осы сіздің енеңіз да, сатираңыздан ғой. Анекдот та халықтың арасында жүрген Жақсы, анекдот. халық арасында жүрген. Рахмет. Бірақ сіздің орындауыңызда ұтымды болған көрінеді, көрермен есіне сақтап қалған қарағанда. Енді не қылды, Құдайдың айдап жүрген малы жоқ, біреуден алып біреуге береді дейді. Біз бәрін бір өзің шығара бермейсің ғой, халықтан аласаң қайта істеп өздеріне де. Бірақ көп пайдаланып жүрген анекдот. Сондай бір сатираңыз болса, қазір айтып бір күлдірсеңіз бізді. Біздерде Қарақалпақстан мен Қазақстанның мен жаңағы бір ұқсас тарифтерін айтып кетейін да. Бізде сіздерде Ақтау бар, бізде Қаратау деген бар. Қаратау. Кейін сіздерде теңіз бар. Бізде де теңіз бар еді бұрын. Қазір қайда? Қазір бар. Іш қойдыңыздар ма? Жұтып қойдыңыздар ма? Енді Арал экологиялық зонасы дейді. Мына жақтан сіздер тараптан Қызылорда облысы мен Өзбекстан тараптан бізде Қарақалпақстан. Арал ортада, Арал теңізі. Енді қазір сондай экологиялық жағдай болып тұр, Құда қаласа. Халықтың үміті бар, дария еле толып тасып, теңізім жақсына қайтады. Сосын тағы қандай ұқсастықтар бар? Кейін ұқсастықтары, сіздер Ақтау мен географ бағаннан көбірек білемін ғой. Бұл жерде теңіздің суын ішімдік қылып пайдаланады, дұшыландырып. Ішеміз. Теңіздің суын, ащы суды дұшыландырып. Бізде де сондай. Бұзылы да су. Сосын? Кейін сөздердің бәрі ұсайды, нақылlarымыз, жаңағыдай аудармашы түсінетініміз. Кейін той деп айтады ғой. Той, сізді білмедім, бірақ біздерде Қарақалпақта аты той деп айтады, бірақ тойдың иесі аш болып жүреді да. Себебі той берген адам өзінің тойында ауқат жеуге болмайды бізде. Той таусылғаннан кейін тойдың тамағы қандай болған деп сұрайды да. Сондай жер бар. Бізде де негізі той иелері көп тамақ жемейді ғой тойда. Қол тимейді да. Қол тимейді, иә. Үлгермей қалады. Бәрекелді. Бізге хабарласқан кезекте тыңдарманымыз бар екен. Көрерменімізді қабылдап көрейік. Қайырлы күн. Айта беріңіз. Саламатсыз. Тыңдап тұрмыз. Алло. Саламатсыз. Айта беріңіз, тыңдап тұрмыз, көрермен. Иә. Мына қонақтан келгеніне қуаныштым Ақтауға. Бір билет қаншадан екен? Рахмет, түсінікті. Билет құны көптеген көрермендерді қызықтырып отыр. Бұл ең жақсы сұрақ болды деп сразу 2 билет беріп жіберейік. Билет құны қанша? 1500 дедіңіз, да? 1500. Қателеспесем 1500. Ара енді осы жерде аздаған жарнамаға кезек берсек қалай болады? Жақсы. Қымбатты телекөрермендер, біздің арнадан ауыспаңыздар, аздаған жарнама. Орта Толсын хабарының демеушісі Тәттілер шеберханасы. Мекен жайымыз Ақтау қаласы 11-ші шағын аудан, Юнус сауда орталығына қарама-қарсы 37-ші үй жанында. Байланыс нөмірлеріміз 8776 333 3303, 8701 918 8658 және 33 31 75. Тәттілер шеберханасы ұсынған тәттілер дастарханыңыздың сәнін келтірсін.
Қымбатты телекөрермен, Орта Толсын хабары тікелей эфирде өз жұмысын жалғастырады. Және де мен WhatsApp желісі арқылы келген бірнеше тілектерді оқып өтейін. Сәлеметсіз бе, Орта Толсын бағдарламасының тележүргізушілері. Ауылдастарыма сәттілік тілеймін, жұмыстарында табыс тілеймін, ертеңгі концерттеріңіз сәтті өтсін, Нөкістен Гаухар дейді. Сондай-ақ, ассалаумағалейкум жігіттер, жұмыста табыс болсын, денсаулық мықты болсын. Қайырудан боласыздар депті, енді соны қоймай қойса да болады енді бізде. Қарақалпақ өзі бізде сіздерде бар ғой, ұру сұрасады, Сіздерде де? mail.ru расы да, mail балта деген ұру бар. Бәрім сен ұру? Қаңлы қасында жүріп сұрамайды. Кеме ұру туралы бір айтып кетейін. Дүнияда ең көп санлы халық бұл Қытай деп айтамыз ғой. Бізде Қытай деген кішкентай ұру бар да бізде. Қарақалпақлар үшін бұл ұру да. Қытайдағылар білмеймін, міндеттеп жүрген шығар енді бізде. Қазір бірақ. Хабарласқан тағы бүгін көрермендеріміз легі толастар емес, тағы біреуін қабылдайық. Звондап тұрып, қонақтарымызға қош келдіңіз деп айтайын дедім, Маңғыстау. Кейбір ауылдың балдарында сәлемнама айтайын дедім. Кейбір ауыл. Және тілегіңіз бар ма? Концерті нешесінде болады екен мұнда, Маңғыстау? Соны сұрайын дедім. Рахмет үлкен. Бағдарламамыз соңына қарай жібереміз. Міндетті түрде. Арнайы роликті, сондықтан да енді айтып жатырмыз ғой. Нұрмұхан Жантөрин атындағы музыкалық драма театрында 13 қараша кешкі сағат 8-де Нұрмұхан Жантөрин атындағы облыстық музыкалық драма театрында өтеді концерт. 2 күн. 7:30 деп айтуымыз керек екен, иә? Мысалы, асықпай баратын халықтар тойға 6-та деп айтса да 7-те бастаймыз да бізде. 8-де деп айтыңыз. 19:30-да деп айтыңыздар ендеше. Жақсы. Ал енді біздің арамызда әнші отыр. Енді сіздерден қонаққа де сұрамасақ, көрерменіміз өкпелеп қалар. Сондықтан өзіңіздің бір әніңізден, шығармашылығыңыздан болар. Халық әні болар өздеріңіздің бір жақсы бір әніңізбен. Әрбір қосушының бір өзі ықыласпеншілеріне танытатын бір жүзеге алып шығатын бір қосығы болады ғой. Визитный карточка. Визитный карточка. Сол менің визитный карточкам бар, бір қосығым. Қандай да арайлым дейді? Айхан, Сізді халыққа жиі таныстырған. Айхан қыз деген. Айхан деген яр кімнің қызы, Қожа Мұратымның қызы, киген киімлері дүр қырмызы, бұл жолдан Айхан қыз өтті ме? Бұл жолдан Айхан ал қыз өтті ме? Дау кемпірге ектім тары, ол тарыға Айхан жары, орта бойлы өзі сауры, бұл жолдан Айхан қыз өтті ме? Бұл жолдан Айхан ал қыз өтті ме? Айхан қызы аурыс, киген киімі жарасауды, көреген жігіт таласауды, бұл жолдан Айхан қыз өтті ме? Бұл жолдан Айхан ал қыз өтті ме? Бәрекелді. Жалпы негізі толық айтпады бұл қосты, толық варианты сол концертке барып тыңдай қойсыңдар. Сіздердің жалпы әуендеріңіз түрік әуендеріне келеді, иірімдері десек, әдемі естіледі. Ырғақтары келеді. Әдемі естіледі. Сіздерде жалпы көбінесе қандай әндерді орындайсыз? Сіздерде плагиат деген сияқты бола ма? Ұрлау деген сияқты көршілерден ақша төлеп алу деген сияқты. Бұл сұрау жақсы бердіңіз. Жүда орлы сұрау болды деген бізде не бар? Автор деген сөз қарақалпақ тілінен келіп шыққан. Автор деген алып тұр дегеннен келіп шығады. Ана жақтан алып тұрасың, мына жақтан алып тұрасың да. Негізі кейінгі уақытлар оны жасыратын жоқ. Бір халықтан алып, былай намасын өзгертіп дегендей бізде де болады, бірақ бізде де малбатқалар бар. Зырым қалмайық деп аламыз. Жалпы қазақ әуендерін қолданасыздар ма? Сіз мысалы әнші ретінде өзіңіздің жалпы қазақ әншілерді тыңдайсыздар ма? Соның ішінде бір қазақ әншілерінен тыңдаймыз. Кімді білесіз? Былай айтыңыз керек, кімдерді тыңламай істесе тез болатын еді, ал кімдерді тыңламай істесе көп болатын. Мәселен, Қазақстанда да, Қарақалпақстанда да, түркі тілдес халықтарда қосығы хит қазір жастарымызға да, үлкен жастағыларға да бірдей ұнайтын сүйікті
әншісі бар, қосықшы Қайрат Нұртас. Қайрат Нұртастың қосығын біздерде сол 7 жастан 70 жасқа дейін сүйіп тыңлайды. Демек, сіздерде Қайрат Нұртас тыңдайсыздар. Ондан соң Төреғали Төре, тойларда көп. Музарт тобы бар, Мейрамбек, Бесбаев, Сәкен, Майғазиев, жүйде күшлі қосықшылар. Әуес ететін қосықшылар, мен Музарт. Бәрекелді. Мысалы, сол Қайрат Нұртастың творчестволық табыслы мен оларға шығуына пайдаланып, сол кісілердің әндерін айтасыздар ма кезде өздеріңізде? Тойда болсын, бір отырыстарда өздеріңіздің орта толсын деген передача болсын. Фонограммасы демей-ақ қойын, бірақ солардың жаңағы Қызылөрік деген қосықты мәселен тойларда көп, күміс құманай, қазақша біздерде тойларда аралас түркі тілдес халық болғаннан кейін әр миллет бар, өзбекше қосық, қазақша қосық, қаралпақша қосық, араласып ойнай береміз. Попури дейміз ғой. Попури дейді. Қосық деген не? Қосық деген өлең. Ән, қосық. Өлең деген біздерде қосық. Әнді айтады екен. Бізге хабарласқан. Уже бір қосық деген сөзді үйрендіңіз арайын. Үйреніп жатыр. Үйреніп қайтатын толықтырып жатыр жалпы. Бізге хабарласқан көрермен бар. Қайырлы күн. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум. Бүгінгі қонақтарға өзім сәлемімді жолдап жатырмын. Мақсет. Аға. Байрам. Мен Қуандарға деген ағамын ғой. Танимыз ғой. Айта беріңіз. Сол главный бүгінгі Ақтау қаласына қош келіпсіздер. Рахмет. Сіздерді қатты сағынып, бұяқтан ауылдан келген жігітлер, қыздар, жасаушылар көп сағынып отырыпты. Ертең концертіміз ашып, концертімге күнде барамыз. Енді басамыз. Жақсы. Рахмет. Акайды ойшы мұты деген мен 2 күнде барып жүрмін да концертімге да. Сол сұрағым Жақсы. сұрағым сізге Ақтаудағы қандай неде ұнап жатыр Көріністер. Көріністер, Ақтау қаласы, жалпы Ақтау қаласы қалай сізге ұнап жатыр. Рахмет үлкен, сұрағыңыз түсінікті. Тілек жолдады, мерекелік концертіңізге барам деді. Ақтаудың қай жері ұнады дейді. Иә. Енді біз командамызбен біздерде ғаресіздік дейді ғой, мәселен сіздерде тәуелсіздік. Сол Аллаға мың шүкір, сол тәуелсіздік, ғаресіздік алғаннан кейін сол қалаларымызды жылдан жылға танып болмайды дәрежеге гүлленіп, рауажданып жатыр. Күннен сағат сайын. 2009 жылы келген болсам, қазір 2016 жыл 7-8 жылдың арасында танып болмайтын дәрежеде сұлуланып, Ақтау қаласы шырайланып кеткен. Сұлу көшелер, сұлу имаратлар бой түлеген одан. Енді Ақтаудың не қалайдаңыз? Теңіз да, Каспий. Мақтай беріңіздер енді, бізге де жағып жатыр деп қойып. Каспий. Кеше келіп, Каспий теңіздің бойында айдынлар деген қосығымыз бар, қаралпақшылар, жастар көбірек айтады. Айдынлар деген, шалқар айдынға қарап тұрып, айтылатын жастардың қосығы. Кеше айтқанымыз бірге теңізді көріп тұрып та. Зор. Енді өзгешелігі... Шабыт сыйлайды дейсіз ғой. Бір ілхам еш деп айтады ғой. Қазір сол жағыңызға қарасаңыз, көрінеді Каспий теңізі. Сол, мынау. Жалпы мұнда енді көптеген сауалдарда келіп жатыр. Бейнеуге келеді мекен, әзілдерін қоя мекен, сұраңызшы деп маған өтініпті. Біз Бейнеуде пойыз 2,5 сағат тұрған, сол жерде концерт бере қойымыз керек. Бейнеуге қазірше бұл сапарда режимнің ішінде жоқ, бірақ келесіде демек сұраныс бар екен. Мұнда енді Қарақалпақстан тілінде жазып кетті ме, мен білмеймін, оқып берсем. Өмірбек, сіздерге Аумет, Байрам, Пердебаев, Аумет, Мәдейін. Рахмет деген сөз ғой, да? Рахмет дейді. Рахмет айтып тұр сіздердің тілінен. Аумет деген, рахмет деген сөз. Аумет деген, удачи. Сәттілік тілеп жатыр екен ғой ендеше. Сәттілік серік болсын деп жатыр. Тілді үйреніп алатын болды. Мәдейін деп па? Арай, осы жерде бейнебаянға кезек береміз бе, әлде сұрақтарымызбен жалғастырамыз ба? Жақсы, біздің уақытымызда шектеулі сияқты, сондықтан да енді көрермендердің естеріне тағы да сала кетейік, міндетті түрде хабарласыңыздар. Бүгін бізде қонақта Қарақалпақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі Байрам Пердебаев және юморист, шоумен, телерадио жүргізуші Мақсет Әбдижамилов
Юмербек деп айтсақ та болады. Рахмет. Жалпы енді айтып жатырмыз ғой концерттік бағдарламаларыңыз деп. Негізінен сіздерде қалай? Бізде енді әзіл қойлар келетте өздері сахнаға шығып, жаңа әзілдерін орындап, сіздерде қалай? Я болмаса бір көрініс арқылы? Көрініс қоясыздар ма, әлде көбінесе жаңағыдай? Жоқ, жеке өзім орындаушы. Орыстарда Михаил Задорнов, Тұрсынбек Қабат бар сіздерде. Әзіл әлемі сияқты. Жеке-жеке да, атқаратын номерлер. Көбінесе қандай тақырыптарда? Көбірек шаңырақ темасы екен, қарақалпақшылық, қаракеңшілік дейді ғой, қаракеңшілік. Сол шаңырақ темасы, отбасы темасы. Отбасы темасында сіздер көбінесе енді отбасы тақырыбында кімге? Тұрсынбек Қабатов енді көбінесе қыз келіншектерге, әйелдерге тиіседі. Сізде? Сіз кімге тиісесіз? Бізде басқа кімге тиісеміз? Бізден сол. Басқа сіздерде тиісетін адам жоқ па? Негізі қыз деген сөз енді қызықтыру үшін атып қойған ғой, қыз деп. Хаял деп айтады бізде, әйел дейді ғой. Хаял деген қарапайым хай ұял дегеннен келіп шыққан да. Сен еркек емессің, әйел. Ұял деген. Сондай. Еркек деген жаңағы ер деген да, қара. Көбірек гәп сөз тыңлата берсең, ол еріп кетуі мүмкін. Бірақ ашуланса кек сақлайды, еркек деген. Енді бұл басылама сөйтіп басыланады, ізі қадімгі ерлі зайыплы арасындағы. Енді айта берсең көп ол. Сіздерде де енді бізде қазақ халқында айтады ғой енді. Ер азамат отағасы, шаңырақтың жаңағыдай арқа сүйері деп, әйел адамны ұйытқысы деп жатады. Сіздерде де сондай? Еркек бас, аял мойын, қалесем қаяққа, бұрламан сояққа дейді. Бұратын бәрі мойында. Мойындайсыз ғой енді? Мойындаймын. Себебі, мысалы күн суытса, басың тоңса, өзің тоңсаң, жаурасаң дейміз бе, тоңса. Суық қатса. Басына малақай киеді, шапка киеді, тек бас жылайды. Басқа жақ жылмайды да. А егер мойынға шарф ұраса, дене жылайды да. Мойынға байланысылар бәрі. Деп ойлаймын да өзім. Мойынға көп көңіл бөлу керек дейсіз ғой. Сұрағанын алып беру керек дейсіз ғой. Шуба ма, не болсын, бриллиант болсын. Сіздердің мойныңыздың, біздердің мойнымызда да ол. Бәрекелді. Олай болса, қымбатты телекөрермендер, дәл қазір афиша айдарына кезек береміз, одан кейін өздеріңізбен қайтадан тілдесеміз. Барлық күлкі сүйер қауымға Қараша айының 13-14 күні сағат 20:00-де Ақтау қаласы Жантойын атында драма театрында Қарақалпақ әзіл кеші Юмербектің Қара кеңшілік атлы әзіл кешіне шақырамыз. Қатарымызды толықтырған барша телекөрерменге тағы бір мәрте қайырлы күн тілейміз. Қасиетті жұмада орта толсын хабары өз жұмысын жалғастырады. WhatsApp желісі арқылы келген хаттарды оқи қояйын. Мен негізі осы қарақалпақша әзілдерді жақсы көремін. Бірақ кейбір сөздеріне онша қатты түсіне бермеймін. YouTube'тардан кейде қараймын. Жалпы әзілдері қызықты. Билеттер қаншадан екен деп бұл нешінші көрермен сұрап тұр бізде? 5-6 билет 1000 теңге. Айта салайық тағы да. Жалпы енді YouTube желісі деп жатыр, әлеуметтік желіден соған қарағанда сіздердің әзілдеріңізді жүктейсіздер, көрермендеріңіз көрсетеді өздеріңіз. Сол, YouTube'да канал бар, және humorback.uz қарақалпақша әзілдер сайтымыз бар, жұмыс істеп тұтты. Кен социал тармақтар, әлеуметтік желілер. Telegram. География пәнінің мұғалімі қалай әзілге өтіп кетті? Сол өзімнен қызық өтті өзімнен. Ол бала кезде білдіңіз ба? Бұда қайдасыңызда білдіңіз? Бұның себебі, мен бұл тарауға қызыққаның себебі ертек кітаплар. Кішкентайымызда теберсін үлкен апамыз болады, әжеміз. Аяғы қақсап ауырады, аяғын бас дейді, аяғын бас аяғын оқалап отырсаң, саған ертек айтып жатыр, соны отыра бересің да алдан. Кейін кітапқа қызықтық, сол кітап. Сол көбірек ол кезде жаңа телефон жоқ, біздер бала кезімізде деп үңіліп отыратын планшет жоқ, игровой автомат жоқ. Соның үшін көшеде ойнаймыз. Көшеде жаңағы кеште мен жиналып ертек айтып, сол кезде жаңағы оқығандардың бәрін айтып беремін. Адамдарды өзіңе қаратып айтып берсең, ұнайды да содан бастап. Қазір студент болдық, КВН. Қазір енді ұстаздық жолыңызды жалғастырып жатсыз ба, әлде қойып кеттіңіз? Оны айтпастан бұрын КВН-ге келген уақытта жаңағы звонок етіп айтты, звонок етіп, мен Қуандық деген жігітпен деп енді танымайтын сияқты болып енді звонок етіп жатыр ғой. Расын айтайық енді.
Қуандық Аманбаев ұстазымыз. Сол байрамда таниды бізде. Қазір Ақтауда тұрады. Қазір Ақтауда жасайды. Жеңгеміз Жақынай. Екеуіне баласы бар Азамат. Шаңырағыңызға амал тілейміз. Біз көбейе берсін. Қуандық біз жақсы көреміз. Жақсы, түсінікті. Біздің енді уақытымызда таяп қалды. Сондықтан да өздеріңізге тілектеріңіз болса, содан кейін басында уәде еткендей мына бір билетті бір үздік пікір иесіне берейік. Және тәттіні кімге береміз? Тілек, байрам. Иә. Өздеріңіздің жүректен шыққан тілектеріңізді жолдасаңыздар болады. Сіз бастай ғой? Сіз бастай. Маңғыстау киелі жер деп айтады. Маңғыстау арасында да жақсы күтіп алды. Ажайып, зор. Алдан бір келгенбіз дедім өткен жылы. Енді сол жақсы көріп, ұнағаннан кейін келеді ғой адам. Одан көріп келмейді. Сол еліңізге аманлық, тәуелсіздіктің 25 жылығы құтты болсын. Рахмет. Сол халықтар достығы біздердің тілегіміз. Төбе бір түркі тілдес туысқан халықтар. Сізде жақсы, бізде жақсы болып, тек барыс келіс сондай жақсы күндерде барыс келіс қылып жүре берейік. Жақсы, Байрам? Сіздің тілегіңізге қосыламын. Амалық, денсаулық, сол үшін алып жүрейік деді. Қайырсыздығыңыз мәңгі болсын. Сол өзбек, қарақалпақ, қазақ халқының достығы мәңгі болсын. Иә, рахмет үлкен. Мына бір билетті кімге берсек екен? Негізі берілген сұраулардың ішінде мен ойлап отырмын, сол арайлы сіздің сұрауларыңыз жүзі күшілі болды. Өзіңізге тапсырып қойсақ деген. Көрермендер енді өкпелеп қалбаса, көптеген жаңаға сұрап жатыр, билетті қалай алуға болады деген енді көптеген сұрақтар болды. Ол үлкен қатты қиын сұрақ қой, билетті қалай алуға болады? Ешқандай жоқ, кассаға барасаң аласың деген ғой. Жақсы, сізге бермеймін, енді қиындық. Маған қайда мен шығайын бұл жерде. Дегенмен, көптеген енді апайлар хабарласты, үлкен біріне беріп Айша деп атын айтып қалар, мынау Арай өзіне алып қойып, мынау тортты да өз алайын деп жатыр деп ертең көрермендер айтпасын. Қазір мен бір кезде шай ішіп, Қарақалпақстан телеканалында айырмасы жоқ еш. Жақсы, сонымен Өмірбек мүмкін орта толсын деп специально айтқан екен, орта толсын деп толсын. Сіздердің ойыңызда болмаса, бәлкім Өмірбек кімге береміз? Бағанаға хабарласып, әзілін айтты ғой. Рахаттың қасында жаурап қалған. Рахаттың қасында жаурап қалған. Қызға берсек. Сатираның салмағы қандай деген тема. Баян, қателеспесем аты. Тақырыпқа сай қылып, бір әзіл айтты да енді ол, әзіл айтты. Баянға берсек қалай болады? Баян апа, ендеше мынау бір жат айтып кетейін. Мен Өмірбек Лаққының айтқанына қосыламын. Өмірбек Лаққы деген жақсы, түсінген боларсыздар, міндетті түрде бүгіннен қалмай осы билетті алып кетіңіздер, өйткені ертең біз жұмыс істемейміз. Иә, бүгін сағат 6-ға дейін Қазақстан Ақтау телеарнасының редакциясына келсеңіз болады, 24-ші шағын аудан. Жеңісіңізбен құттықтаймыз. Үлкен рахмет сіздерге. Келіп уақыттарыңызды бөлгендеріңізге алдағы уақытта сәттілік тілейміз. Біз Өмірбек тортымыз қалып қойды. Негізінен бүгін енді шын айту керек, сатираны шағып айтқанда ешкім болмаған сияқты. Мүмкін келесі көрерменге ең басты тақырып сатираның салмағы емес, билет қанша деген тақырып болды бүгін. Сол билет қанша деген тақырып болды негізінен. Сөйтіп қою керек беттеймін. Жақсы, онда сіздерге жолдайық осы тортты, сатираны жаңа ән айтқан Байрамға, енді көрермендерге айттым ғой, берет. Онда сізге осы тортпен шай ішсеңіз болады, үлкен рахмет. Негізі бұл бір бартыр болды ау. Қымбатты телекөрермен, Қазақстан Ақтау телеарнасында қасиетті жұмаға арналған орта толсын хабары дәл осы жерде өз жұмысын келесі аптаға дейін қорытындылайды. Сау болыңыздар.